Құран оққан, мықты молда болған кісі. Сауатты адамдар бар. Мына соны бастаған кісі, міне, бастаған кісілердің бірі сол кездегі Ойыл аудандық газеттің бас редакторы Нұрымжан Жұмағалиев деген кісі. Мына кісінің ағасы. Осы кісі өзі осыған мынаған қатынасқан. Расковке. Мынау айтқан кісі осы кісі. Мына екі кісі мінекей тұр ғой, Төлеген Еламанов деген, сосын Ақтай Ерғалиев деген екі кісі мінекей солардың бәрін қатынасқан, солардың бәрін. Енді мына әйелді таба алмай тұрмыз, әйел сол кездерде әлде райком секретары ма, әлде зампред райисполком ба, беті көрінбей тұр. Бұл кісілер жоқ қазір, да? Мінекей соны Әйел болатын болды ғой. Иә, әйел. Солай болатын болды. Міне соларды қаза тапқан жері деп, мінекей сол көрсетілген жері. Солардың бәрімен. Дердеп беріп тұр ғой, ақса үлкендері. Документ келіп тұр ғой. Міне сонан кейін сол кездерде, сонан кейін барып, осы Жарсайда, мына жерде қиыл деген сақпыз болған, қиылған. Осы жердің барлығы Исатай ауданы деп аталған. Исатайға байланысты. Сосын сол кезде мына Қали Сағындық деген сақпыздың директоры, ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты. Осы жігіт алып келіп, мына жерден Исатайға ең бірінші республикадағы қойылған ескерткіш осы. Өздерінің композициясы бойынша, қазір тұр ғой мына жерде. Өздерінің композициясы бойынша. Жылы қойдыңыздар? Мына ескерткішті біздер, мен бұны қойғаным 1988 жылы. Так, ананы 91 жыл бастап жағадай неттік. Мына өлі бір тас болды мына жерде. Ана осы, мына осы Леспасаттың жағаласында. Кім деген? Балгеров деген бірінші қатысшы болған менің алдымда. Балгеров Мақсұт. Сол алып мына жерге тас қойған, мына жерге өтіп бар жолда жоқ қойған түсетін. Қарайды ештеңе жоқ, сосын жаңағыдай жол авариядан апат болған секілді болып тұрыпты. Ана барады жол жоқ, сосын қалай әлі-бері өткенде көріп жүрдім. Сосын осы ауылға дәм-айдап мен директор болып қойды 82 жылы. Сосын мен қарасам, ана тас тұр. Ол тасты орнынан деп ауылда парк орналастырып, парк. Оны қоршап, ол солда парк қойды. Фонтан орналастырып, бір жағын клуб, бір жағын торговый центр. Сосын ана ескерткіш салғаннан кейін, мына ескерткіш, ол тас артық болды. Енді бір жерде тас тұр. Сосын жаңа ескерткіш тұр, сосын тасты алып, бейттің басынан барды. Қиыл селолық округ осы ғой, Осы, иә. Бұл ауылдың аты? Жарсай. Исатай ауылы қайда? Өзен ғой. Қазір қиыл сақпалы жойылып кетті ғой енді. Қазір ресми Исатай ауылдық округ. Міне сол кездердегі мына Қали ашқан ескерткіш. Солар мына мен тұрған, мына Әжібаев деген сол кездегі ауданның басшысы, қалған кісілердің барлығы сол мына ақындары келген сол кезде мына ескерткіш ашылу салтанаты. Мынау болатын болса. Мынау сол кезде 91 жылы мына меморал бар ғой, кешегі барып жүргеніміз. Мінекей осы меморалдың салтанатты ашылуына. Сонда Әжібаев бірінші хатшы райком партияның. Сол кездерде осы келіп сол ашып тұрғаны ғой. Мынау бүкіл үлкен салтанат қой. Суреттерін өткенде сіздерге көрсеттім ғой. Сол салтанатқа мына Бақтыгереева ақштап ақын сол келген ғой. Міне соның көрдіңіз бе? Осылардың барлығы келгенінде. Осымен бірге солар түсіп тұр ғой. Енді бұл кісі бастапқыда келген ғой. Исатай қайда жатыр деген. Ерсайын соған алып барған. Бұл кездерде орыстардың несі бойынша темірден кішкентай қоршау жасап қойған ғой. Сосын ақштап айтады ғой, сендер азаматсыңдар ма? Исатайдың басы осылай жата ма? Деген ғой. 91 жыл. Алдында мен келіп, просто мынандай не болды? Мында пісірген ғой, мынандай бір 30 сантиметр забор. Темір. Сосын ортасында жаңа төрт бұрышты жаңа әлгі коммунистерге баяғыда айтады ғой, пісіріп звездочка қояды басына. Так сондай тұр көр. Сосын мен саған намыстандым, мынау не деген сонда. Сосын анаған әуел ескерткішке кірістім де, ескерткіштен өткен ана тас соның басына апарып, 90 жылы алып тастап, ана тасты қойып, бастап етіп 91 жылы май айында мен кетіп қалдым жаңағы. Бөтен жұмысқа ауысып. Басқа жұмыс. Ол кезде кім болдыңыз сіз? Осы бәрін еткен. Соның алдында ол кездерде жоқ қой, жаңағы айтып отқан нәрселер. Жаңағы көрсеткен нәрсе жоқ қой. Сол кездерде іздеп келеді ғой кісілердің бәрі. Ақштап келіп жатыр. Мінекей Шамған Қажығалиев дирижер. Қаршыға. Мынау Қаршыға күйші.
осылардың барлығы Исатай қайда жатыр деп іздеп келіп тұрған мінекей қала. Ештеңе жоқ. Сонда олардың барлығы Нұрберген сонда келіп көрдің бе тұрған. мынандай Сонда қаршыға қазіргі заманның тұлғалары келіп іздеп келіп сонда қаршыға келіп осының басында қой сойғызып, Құран оқытқызып, жұмыр қылыш деген күйді орындап берген. Бұл кездерде Махамбеттің күйі деген жаңа ғана зерттеліп, жаңа ғана шығып жатқан кезеңдер. Сөйткен кезде солардың барлығы. Бұл уже 83 жыл бұлардың барлығы. Бұл кездерде Исатай ауданы бар. Сонан кейін бар Исатай ауданы жабылып, Қобда ауданы болып кетті ғой, екіге бөлінген жерлердің барлығы. Ана еске салардың алдында мен зам директорымды Алматыға жібердім. Музейде Құртақандай сүгірет бар екен. 4/6 сүгірет. Ана Шай Ахметтің основание антропологический исследование жаңағыдай построение сүйегімен шығарған сүгірет. Сол сүгірет мына ескерткіш керек болды. Міне кәдімгі ескерткіш беталь сүгіреті именно өзінің сүгіреті. Міне. Ана кім бар? Мына сонан кейін бар, мысалы Әжібаевтың салдырған советский архитектурамен істелген. Соны Алматыға жібердім әдейі. Алматыға жібердім. Мына үлкен болып салынған солардың барлығы. Сол сүгірет. Міне мемориал салынды осылай. Мына сосын мынандай шойыннан шарбақ салынды. Шарбақ салынды солардың барлығы. Мынау жаңағы ананың басында жоқтан да 74. Бар ғой міне, мынау. 78 жоқ, 78 жылы жоқ. Олар суреттерінің барлығын солай менің қолыма түспей кетті ғой олардың барлығы. Онда Мусин қатысқан. Онда жоқ 91 жыл ғой Мусин қатысқан. Онда қатысқан Мусин. Осында 91 жыл. Мынау Тайманның жерленген жері бұрынғы. Енді өткенде Нұрекең олардың барлығына қызыл кірпіштен алдында мемориал қойғызып, ішінде салынды. Мынау соның ішінде қалды. Мынау соның ішінде қалды. Көрдіңіздер ғой олардың барлығын. А мынау Исатайдың туған жеріне қойылған жер. Белгісі. Мынау шалдың өлген жеріне қойылған нәрсе. Мынау туған жер қай жер? Бұл Қызылқоға. Қай жерде тұр? Жоқ, қай жерде дегенім ғой. Миялының қасында 15 километр жерде ме? Бар ма мынау әлі? Бар. Бар болар енді содан кейін салынды ғой, бұл тоже. Бұл 91 жыл салынған ғой. Жаңағы әлгі юбилей 20 жылдық, 200 жылдығы. 200 жылдық. Вот сол кездерде солардың бәріне осындай бір көтеріліс болды, қотарылып жаңалардың бәріне. Енді 225 жыл келді. Енді 225 жыл келеді солардың бәріне. Көз тігемізде көзіміз салды ғой. Қырдың басына көзіміз тігеміз еді. Көрдіңіз бе? Сонда